Сосын дос болмай кеттік қой. Сол кезде де мысалы дос ретінде көрдім, сыйлаймын, болды. Ары қарай ештеңе айтқым да келмейді осы тақырыпты. Ол Жансая былай болды да, жаңа Ринат кеше ортада айтып жатқан кезде сен бір қарап отырдың да ешқандай сөзін үзіп, кәдімгі точкасын қойып, шегелеп ештеңе айтпадың да. Ринат та до конца сезімін айтып, осы жерде толғатып отыра берді. Содан кейін ғой басқалар басқаша ойлайды да. Негізі шынына келген кезде енді Ринаттың шынымен де сезімі бар ма, жоқ па, ол өтірік па, шынайы ма, мен білмеймін. Бірақ мен Жансаяда Ринатқа қарай ешқандай талпыныс, сезім жоқ екеніне сендім. Жансаяға сенімсіз. Енді Ринат, сіз кеше сізге айттық, ойланып келіңіз, ойыңызды жинақтаңыз, ол қалай болады, жобада отыру мәселесі дегендей. Әлі де қазіргі ойыңызды білейік. Қазір қандай ойдасыз? Мәжида былай ғой Балауса ханым. Біздің қатысушылардың өздерін көріп кел сияқты ғой. Сезімдерін сенбеймін, өйтпеймін, бүйтпеймін. Мейлішіне қатысушыларға емес қой сезімді дәлелдейтін болсам. Мен сезімді дәлелдейтін болсам, тек Жансаяға ғана дәлелдеймін. Мысалы, мына жерде Дәулетке айтарым просто. Өзіңді естіп отырсың ғой. Жансаяның тек қана саған 10 ғана пайызы бар. 10 ғана. 1%. 1 грамм. Мысалы енді, может, сен үш жерінде қарарсың таныстықты. Жоқ, қыз деген бар ғой, солай кішкене ғана ұшқынын жіберіп қою керек, қыз деген жұмбақ болу керек. Оны біз шеше алмай, әлек көп, әр парағын оқыған сайын оқи бергін келетіндей болу керек та. Сен просто айтарында, сен Жансая үшін искусственсің просто. Андай байқалады ғой адамнан. Ішін пыстырып жібересің сен ол қызын. Ішін пыстырып жіберем, сен көңілін қатты көтересің ба сонда? Сен пыстырып жібересің оның үшін. Сен қалай ішін пыстырмайсың? Мысалы, қасында болсаң. Да, сенде, Ринат, бұрында уақыт болды. Сен қолыңдағы бақ құсыңды ұшырып алдың. Ұшырып алдың. Ринат? Сенің айтуың ғой. Енді шыны келген кезде қамап ұстай алмайсың. Енді бұл жерде шешімін табатын негізі Жансая негізі. Бұл жерде кәдімгі точкасын қоятын. Енді қазір күтеміз асықпай. Ринаттың сөзін тыңдап алайық бірінші не айтатын. Просто мен саған қараған. Самай центканы қайдан алады? Маған да берші барып алайыншы кішкене. Мен туылғаннан осындаймын, қайтесің? Дұрыс. Бірақ енді кеше басыңды қатты салбырат қойдың, бүгін кішкене көтеріпсің хотя бы. Ринат, негіз осылай жүр. Кешегідей қатты төменге кетпе. Атак, сен өміріңде әлі шыңғашып болып көрмеген адамсың. Мен болып көрген. Сен оны сезіне де алмайсың. Сезінбейсің да сен оны. Мен болып көргем. Мен шынымен де бір жерде отыратын болсам, ғашық болатын болсам, үміткер келген кезде қасында қатысушылар бүйтіп әңгімелесіп отырған кезде мен үйтіп жібермейтін едім, шынын айтқан кезде. А сен мына жерде отырдың, Жансая саған үміткер келді ғой, екеуің таныстық біткеннен кейін. Міне, келген жоқ. Ол кезде неге айтпадың? Келген жоқ. Келді, жалғас деген үміткерім болды сол кезде. Мен қатысушы жоқ келген күні, мен сонымен қырылып қалдым, сен соны қайтарып жібердің. Сен үшін қайтармаған шығармын, Ринат? Жансая андай ғой. Мүмкін ол маған ұнамаған шығар. Сен просто андай маған ерегескің келе ма? Мен вообще түсінбеймін. Ал керек болса. Негізі адамның жаманы болмайды дейді ғой, адамның тек қана жаман қылықтары болады дейді ғой. Мысалы, Ринат, мен сенің орында болатын болсам, кәдімгідей сезім ұшып бара жатса да, екі адам танысып жатыр ма, үндемей күтетін едім. Мен жасыра алмаймын, түсін ба, мен жасыра алмаймын. Енді қазір саған жауабын берді дейік. Жауап Жауабын бергеннен кейін ары қарай не істейсің? Мысалы жоқ десе не істейсің? Ары қарай нең не болады? Дейсің.
Просто Жансая маған ерегесіп жүр, түсініпсің ба? Ерегісіп жүр? Ринат, сіз өзіңізге қатты сенімді екенсіз. Тіпті білмеймін, айқайлап тұрып күліп жатыр Жансая мына жақта. Дұрыс, әр адам осылай өзіне сенімді болу керек қой негізі. Енді былай ғой, әзілімен, Ринат, бірақ ой өзгерді ма, қалай болды? Ештеңе өзгермеген сияқты, одан сайын күшейген сияқты сезімдеріңіз. Андай ғой, Бауыржан. Мен просто андай, қалай да болады. Бля, аузың жапшы шамалы. Ринат! Не деп отырсыз? Бауыржан дұрыс емес қой өзінікі. Кім бұл жерде айтып отырған? Айсұлу ма? Андай да, Жансая, мен сені шынымен жақсы көрем. Мен осы жерге де сен үшін келгенмін да. Мен бүгін төртінші таж түнде мына жүрегім қатты соққан Нұржанды шақырып алғанымша қасыма қоныш деп. Қасыма қоныш жоқ, қасыма қоныш деп жүрегім қатты соққансынша тату үшін 4 түн бойы ұйқыдан айырылдым, Бауыржан. Иә, мен сені жақсы көрем. Мен сен үшін бәріне де барғым келеді да. Егер сен мені таңдамаймын десең де, мен дәулетпен бақытты боламын десең, сенің жолында бәрін құрбан етуге дайынмын. Сен менің сезімді өшеді қал десең бар ғой. Саған ешқандай сезімің жоқ десең, сен бақытты қылу үшін, дәулетпен бақытты қылу үшін мен бәрін істеп берем. Саған келгенше қолымнан бәрін берем. Екеуің бақытты болу үшін бәрін істеп берем десең. Бірақ жаңа айтып жатыр ғой, сезімде сенбеймін. Сендер өздері ондай сезімге түсіп көрген жоқсыңдар әлі. Біреудің сыртынан олай лишний раз лишнийге айтудың қажеті жоқ. Менікі бұл ешқандай да қалжыңда емес. Бірақ жігітсің, Дәулет, дұрысынан түсін. Өртеніп баратыр ішім. Ана да дәрдің азанда өзіңнен кешірім сұрадым ғой. Ренжімеш бауырым деп. Бірақ мынау өртеніп баратыр, түсінсің ба? Енді Ринат, бұл жерде мен де ештеңе айта алмаймын, сен де ештеңе айта алмайсың, қинап ешкімді ұстай алмайсың. Біреулер айтады, қыз үшін жылап от деп. Я? Жансая маған не істе десем, мен соны істеп берем. Не только жылау. Секіріп кетеді, секіріп кетеді, надо пошло. Бірақ мен бұл үшін бәріне барым. Бәріне. Түнімен ой, сан сапаға кетіп жатыр. Бірақ бұл қызды мен шын жақсы көрем. Просто өзіңе айтарым, Жансая. Өзіңді жан тәнімен жақсы көретінді түсініп, соны жүрегіңе қабылдап алшы. Что біл, өзіңді мына өмірде жақсы көретін жігіт кездестірсең, мен сені бақытыңа, жолыңа тұрмайым. Бірақ мен сені шын жақсы көрем, Жансая. Я, мына жерде жүрдік, ойнадық. Сен когда күліп отырсаң, мен мына жерде кәдімгідей өмірдің балын ішіп отырамын, нарда отырып ше.
Бірақ өзіңнің сүйген адамың ортада танысып отырып, басқа біреумен сөйлесіп отырса, ол өте ауыр нәрсе екен да, Балауса ханым. Сәл бір ұшқын бір не болса, маған үміткер болып келген кезде мен таныстықты әрі қарай жалғастырар едім. Менде ештеңе жоқ. Мен не істеймін білмеймін, өзім қолымды жасаймын ба білмеймін. Сезім айтып келмейді енді, білмеймін. Өткен ол кезде сіздердің араларыңызда ештеңе пайда болмаған болуы мүмкін, қазір өзгерген болуы мүмкін. Мен ешқандай да Дәулет екеуіңіз қарым-қатынасыңызды тоқтатыңыз деп отырған жоқпын, бірақ бұл кісінің де сезіміне мен жауап бере алмаймын, ұстай алмаймын. Бұл кісі айтып отыр барынша. Сәл болса да ойың бар ма деп, сізде мүлде ештеңе жоқ болып тұр ғой. Мүлдем ештеңе жоқ. Ал болашақта бір бәлкім ер азаматым ретінде көріп қалуым әбден мүмкін деген сияқты ой, Ол да типаж деген сияқты келе ме? да мүмкін емес, Балауса ханым. Мүмкін емес. Жоқ. Енді мына жерде мен отырған кезде бұл тақырып қозғалған, енді қаншалық дұрыс екенін білмеймін. Енді нақты жауабын берді. Енді Ринатқа да енді абидастап, андай мындай деп айттым да келмейді. Үлкен ер азамат, мүмкін жақсы көріп қалған шығар, бірақ енді жауабыңды алдың, енді ортаға түспейсің деген ойдамын. Ринат, жауапты естідіңіз. Не дейсіз? Жанбай ғой, Жансая. Ұзын сөздің қысқасы, үмітіңді өстеп тұрсың ғой, я. Иә. Мұндайда ашылған сезімді, шынайы сезімді асыруда негізі мүмкін емес. Бірақ егер сен Дәулетпен бақытты болам десең, мен сенің ортаңа түсіп кедергі келтірмеймін. Саған деген сезімді мен жүрегім түбінде ұстаймын да. Бірақ просто айтарым, осы өмірде жан тәнімен беріп сүйген адамың болғанын тек анда-санда есіңе алып тұрсаң да жетеді. Рахмет. Сен тек ешқашан жылама. Бақытты бол. Сен бақытты болсаң, мен де бақыттым. Тұра алмайды екен мен. Отырың ба? Сен осы жерде каждый күлгенің, каждый сенің қадамың мен үшін бақыт. Егер бақытты болам десең, мен саған тек тілейтінім шын жүректен бақыт тілеймін.